Қыздар, дәл осындай той бастар тігіп үйренгілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге қазақи нақыштағы орнамент қажет болады. Бұл наклейка түрінде жүреді және бізге арқан немесе лента қажет болады. Биіктігі 24 см, ені 36 см болатын кесіндіні аламыз. Ең бірінші осын ең үстіңгі жағынан осылай 5 мм және 1 см бүгіп отырып, осылай әдемілеп қайырып тігіс жүргізіп аламыз. Мен қолданған материалым матовый велюр. Сіздер қандай велюр маталарыңыз бар, сондаймен тіксеңіздер болады. Міне қыздар, әдемілеп қайырып тігіп алдық. Енді осылай екіге бүктеп, шеттерін 0,5 мм-ге тігіп шығамыз. Және екі жақ шетін осындай ұштарын қиып тастаймыз. Және жоғары жағында өңделген жерге, осы жерге біз закрепка береміз. Әдемілеп отырып, шетіне закрепка береміз. Осымен қыздар, біздің дорбашамыз дайын. Енді келесі біз орнаментті жапсырамыз. Орнаментті дәл ортасына қойып алып, үтікпен жапсырып шығасыздар. Және лентасын дайындайтын боламыз. Осылай әдемі болып шыққаннан кейін бізге 35-40 см лентамызды алып, шетін үгіндеп аласыздар. Содан екіге қақ ортасынан бөліп, міне бір жақ шетіне тігіспен тігіп шығасыздар. Осылай орнатылады. Және міне жиналған кезде осындай әдемі той бастар болып шығады қыздар. Видео ұнап, пайдаларыңызға жарап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар қуанышты боламын.